Баршаңызға сәлем, сіздермен үгітіліп тұратын қатпарлы самсаның рецептімен бөлісемін. Ол үшін каналға тіркеліп қойыңыз және де видеоны соңына дейін қарап өтіңіз. Қамырымыздың үгітіліп тұруының себебін құпиясын ашып айтатын боламын. Бізге керегі суымыз қажет, салқын, және де осындай 9% сірке су керек. Алма сірке су деп айтамыз. Және дәміне қарай тұзымызды қосып, електен өткізіп алған ұнымызды қосып, қолымызбен қамыр елеп аламыз. Қамырымыз үгітіліп тұруы үшін әрі жұмсақ болып шығуы үшін 9% сірке суын қоссақ жеткілікті. Одан жарты шай қасық қоссақ жетеді. Ешқандай да жұмыртқа қоспайсыз. Осындай суға тек қана алма сірке суын қосып қамыр елесеңіздер, қамырларыңыз өте үгітіліп тұрады. Әрі қатпарлы болып шығады, әрі жұмсақ болып шығады. Қолымызбен әбден қамыр елеп алдым, мінекей. Және қамырларыңыз июі қануы үшін 10-15 минуттай әбден елеп аласыздар. Мен видеоны бүге шігесіне дейін түсіндіріп өтемін, әрі видеоны толық түсірдім. Тағы да ұн қосып жібердім. Қамырымызды жұмсақ, тым қатты жұмсақ емес, қатты да емес, қолға жабысатындай етіп қамыр елеп аламыз. Ыдысымызға алдымен осындай елеп алдым. Барлық жағын жинақтап алдым да, енді дастарханымыздың үстіне әбден июі қанғанша 10 минут, 15 минуттай елеп алған дұрыс. Қамырларыңыз сонда бір келкі өте әдемі болып шығады, июі қанып. Дастарханға жақсы еленгендіктен осындай ыдысынан алып үстіне елеп алдым. Міне қамырды қолға жабысатындай етіп елеп аласыздар. Жұмсақтау болып тұр, мінекей. Енді 10 минутқа салафанға салып, июі қандырып қоямыз. Июі қанған қамырымызды алып, 2 бөлікке бөліп аламыз. Зуала жасап аламыз. Кішкентай зуала жасағандықтан осында 2-ге бөліп алдым. Егер бір үлкен жая аламын десеңіздер, бір үлкен зуала жасап қойсаңыздар болады. Мен 2 бөлікке бөліп алып, біреуін салафанға орап қойдым, ал біреуін осында етіп, жұқа етіп қамыр жайып аламыз. Қамырыма мән бермеңіздер, сәл қисық шықты. Жұқа етіп жайып аламыз. Мен 2 қамырымызды да осында етіп, жұқа етіп, алдын ала жайып алдым. Енді жұқа етіп жайылған қамырымыздың үстінен дүкенде сары маймен және қол майы болады, соны араластырып ерітіп алдым отымызға. Және сол майымызды қамырымызға жағып шығамын. Майымыз толық сіңуі үшін кішкене 10 минуттай кептіріп қоямыз. Қамырымызды май жаға салып орауға болмайды, өйткені майымыз жағылып кетуі мүмкін, сол себепті де кішкене қатырып аламыз. Жан жағына әбден майды жағып алдым. Міне видеода көрсетілгендей етіп жасап шықсаңыздар болады. Қалған бөліктеріне осындай кисточкамен майды жағып шығасыздар. Енді осы толық жағылған майымызды кішкене 10 минутқа
қатырып қоямыз. Бірден екінші қамырымызды үстіне қоймаймын. Міне кішкене кепті, алдын ала екінші жайып қойған қамырымызды да алып, үстінен жайып шықтым. Енді мұған да сары майымызды құйып, толықтай етіп жағып аламыз. Сары майды сіздер өз қалауларыңыз бойынша қоса берсеңіздер болады. Қаласаңыздар дүкеннен алынған сары майды қосып істесеңіздер болады. Маған қолдың майы дәм беретіндіктен екеуін араластырып жағып шықтым. Қолдың майы, яғни тұшытып аламыз алдын ала. Осындай арасында кішкене қарайған бөліктері болады, мінекей. Кейде бір тоңмай қосып та жатады, онда етіп жасасаңыздар да болады. Тоңмай өте қатпарлы етеді қамырымызды. Толықтай етіп, екінші қамырымыздың үстінен де міне майымызды жағып шықтым. Енді мұны да аздап кептіріп алдым, сосын барып жақсылап орап аламыз. Орағаным осындай болып шықты. Енді осыны тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Немесе бір күнге қалдырып қойсаңыздар да болады. Салафанына ораймыз. 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойдым. Сонда майларымыз кішкене қатын қырайды. Енді біздің қамырымыз дайын болғанша ішіне салатын салмамызды дайындап аламыз. Менде сиыр тартылған еті және де пияз қосамыз. Пиязымызды өте ұсақ етіп турап аламыз. Егер сіздерде блендер болса, тіптен жақсы, пиязымыз өте ұсақ болып шығады. Толықтай етіп, ұсақ етіп турап алдым. Енді бір дана картобымызды алып, мұны да 4 бұрышты етіп, ұсақтап етіп турап аламыз. Картоп қоспасаңыздар да болады. Қалауларыңыз бойынша қоса бересіздер. Мен картоп жақсы көргендіктен бір ғана данасын қостым. Мұны да 4 бұрышты етіп турап аламыз. Егер сіздерде құйрық май болса, оны да қосып жіберсеңіздер болады. Мен ондай май қоспаймын, май жемегендіктен. Сол себепті де картобымызды қостым және таза тартылған еттің өзінен жасаймын. Үстінен тартылған сиыр еті. Енді осыны көз шамамен салып, араластырып аламыз. Барлығын қосқан жоқпын. Көріп тұрғандарыңыздай алдымен жартысын қосып көрдім. Енді қолымызбенен әбден араластырып аламыз. Бұған дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Қара бұрышымызды қосамыз және де зіра қосамыз. Жарты шай қасық зіра қоссаңыздар жеткілікті. Қара бұрышымызды да жарты шай қасық қосып алдым.
Енді үстінен азғана ғана сүт қосып жібердім. Сонда өте жұмсақ әрі сулы болып шығады. Егер сіздерде құйрық май қоссаңыздар, сүт қоспасаңыздар да болады. Менде кішкене салмамыз құрғақ болып бара жатқандықтан аздап қана сүт қосып жібердім. Шамамен 2-3 ас қасықтай болды. Енді қолымызбенен әбден мұжып араластырып аламыз. Тоңазытқыштан шыққан қамырымызды алып, кішкене ұн сеуіп жібереміз де, енді пышақпен бөліктерге бөліп аламыз. Көлемін өз қалауыңыз бойынша кесе бересіздер. Мен үлкен етіп жасап алам, сондықтан осындай көлемде кесіп жатырмын. Барлығының арасын осындай етіп ашып аламыз. Сонда біздің қатпарларымыз көрініп әдемі болып тұрады. Барлығын осындай етіп, видеодағыдай етіп жасап аласыздар. Оқтауымызбен жұқалау етіп қамырымызды жайып аламыз. Барлық бөліктерін осындай етіп жасап шығамыз. Енді ішіне салмамызды салып, кез келген формаға келтіріп түйіп шығамыз. Мен 2 түрлі формаға келтіріп түйіп шықтым.
Ыдысымызға пергамент қағаз төсеп, соларға самсаларымыздың барлығын тізіп шығамыз. Сосын бір жұмыртқамызды алып, араластырып аламыз, және де сарысын самсаларымыздың бетіне жағып шығамыз. Жан жағына толықтай етіп жағып шығу керек. Алдын ала пештеріңізді қыздырып қоясыздар. 200-220 градусқа қойып қоясыздар. Енді самсамыздың бетіне сәндік үшін күнжутарымызды сеуіп шығамыз. Алдын ала қыздырылған пешімізге 200-220 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Қамырымыз өте нәзік болады, жұмсақ болады, әрі үгітіліп тұрады. Сіздер де жасап көріңіздер, міндетті түрде, және жасауға кеңес беремін. Бұл жерде самсаларымыз өте ыстық болып тұрды, қол ұстатпайтындай. Сіздер де жасап көріңіздер.